Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Кеңістікте бағдарлау, түзету сабағы. Балалар, әуелі сабақты бастамас бұрын психологиялық дайындықты жүргізіп алайық. Ол үшін слайдта көрсетілген өлең шумақтарын хормен оқимыз. Әрбір адам, досым, сыныптасым, әрбір ісің тірлік, тірек, адамдық, әрбір сөзің шындық, бірлік, адалдық, әрбір сабақ үйрену, оқу, іздену. Міне осындай әдемі психологиялық дайындықтан кейін балалар, сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын балалар, мына жұмбақтың шешуін тауып алайық. Тыңдайық мұқият. Шанамен зырлап желетін, шаңғы коньки тебетін, аққала жасап ойнайтын, қай мезгіл деп ойлайсың? Сонымен балалар, жылдың қай мезгілі болды? Әрине дұрыс айтасыңдар, қыс мезгілі. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қыс мезгілінің ерекшелігі. Қыс жыл мезгілі әр аумақтағы ауа температурасы ең төмен болатын климаттық маусым. Астрономиялық ұғым бойынша қыс қысқы күн тоқырауы сәтінен көктемгі күн мен түннің теңесуіне дейінгі уақыт аралықты көрсетеді. Солтүстік жарты шардың қоңыржай ендіктерінде қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан, ал оңтүстік жарты шарда маусым, шілде, тамыз айын көрсетеді. Қоңыржай ендіктерде қыс тұрақты, қар жамылғысымен, өзендер мен көлдерде мұз қатуымен, өсімдіктің өсіп өнуінің тоқырауымен, жануарлардың ұйқыға кетуімен сипатталады. Қыстың ұзақтығы климаттық маусым ретінде төменгі географиялық ендіктерден жоғарғы ендіктерге қарай өсіп отырады. Тропиктік ендіктерде қыс мүлдем болмайды, ал субтропикте оның ұзақтығы 1-2 айдан аспайды. Қоңыржай ендіктерде 3-4 ай болса, полюстік ендіктерде 6-7 айды ұзақ уақытқа дейін созылады. Балалар, сендерге бүгінгі жаңа тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Тақырып бойынша жаңа ақпараттар мен мәліметтер алдыңыздар. Енді шаршағаныңыз бен көзімізді демалдыру үшін көз жаттығуларын жасайық. Енді балалар, тапсырма сендерге. Қыс қызығы тақырыбында суреттер саламыз. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, егер сабақ сізге ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.